Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Ұлжан. Бүгін сіздермен қысқа арналған түрлі жемістерден құралған ассорти компотын дайындайтын боламыз. Ең бірінші банкаларымыздың барлығын жуып, тазалап, төңкеріп қоятын боламыз. Банкамызға слива, алмадан, сосын майда шабдалылардан, сосын осы қара алшадан қосатын боламыз. Жемістеріміздің барлығын осылай жуып алатын боламыз. Жуылған жемістеріміздің барлығын ыдыстарымызға салып, реттеп, дайындап аламыз. Банкаларымызды да булап, қабықтарымызды да булап, буланған банкаларымыздың барлығын осылай рет-ретімен қойып шығатын боламыз. Ең бірінші бір уыстан осы қара алшамыздан салып шықтым. Сіздер де өздеріңіз қалаған жемістеріңізді қоссаңыздар болады. Менде үлкен алма болғандықтан алмамыздың керек емес жерлерін алып тастап, 2-3 бөлікке бөліп, әр банкаға осылайынан 2-3 данадан салып шықтым. Сіздерде майда алма болса, бөлмей-ақ салсаңыздар да болады. Сосын сливадан да 3-4 данадан қостым. Мен банкамызға көп жемістерді салғанды ұнатпаймын. Көп жеміс болып кетсе, суы азғантай болып қалады. Сол үшін мен осылай аз-аздан салатын боламын. Сосын осы майда шабдалымыздан да 2-3 дана, 3-4 данадан салып шығатын боламыз. Сол арада қазанымызға, болмасам осындай ыдысымызға суымызды құйып, сахарлатып, қайнатып аламыз. Осы сахарлап қайнап шыққан суымызды банкамызға ақырындап құйып алатын боламыз. Сосын осы суымызды құйып болған соң 20 минутқа қалдырамыз. 20 минуттан кейін осылай арнайы аузын жабатын жапқышпен суымызды осы ыдысымызға құйып шығамыз. Қайтып төгіп тастамайтын боламыз. Осыны қайтадан қайнатып, банкамызға қайтып құямыз. Жаңағы суымыздың түсі осылайынан шығады. Көріп тұрғандарыңыздай жемістеріміздің маңызы сол суда қалатын болады. Мен банкамызға 200 грамм, 2 литр банка болған соң 200 граммнан қант салып шықтым. Сіздерде 3 литр банка болса, 300 граммнан қоссаңыздар болады. Барлық банкамызға бірдей етіп қантымыздың барлығын салып шықтым. Сосын жаңағы суымыз қайнап шыққан соң осылайынан қайтадан суымызды құйып шығатын боламыз. Әр банкаға осылайынан толтырып суымызды құйып аламыз. Барлық суымызды құйып болған соң осылайынан банкаларымыздың аузын жақсылап бұрап алатын боламыз. Сіздер де осы рецептпен ассорти компотын дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Видеоларым сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.